Құрметті достар, мен бүгін Земляян белгісіндегі адамдарға арналған рекомендациямды айтатын боламын. Земляян сіздерге 2021 жыл оңай жыл болған жоқ, себебі сіздерге грабитель келді. Грабитель келген кезде 2021 жылы өте көп шығындар болды, және де сіздерде көп ауырып қалған болуларыңыз мүмкін. Және 2021 жылы сіздерде өте көп өзгеріс болды. Кім земляян, кімде қалай шықты айта отырсаңыздар өте жақсы болады. Және 2021 жыл сіздерге напряженный, қиын жыл болды. Ал 2022-ге келетін болсақ, 22 жылы сіздерге өте қызықты және жеңіл жыл болғалы тұр. Мысалы айтатын болсақ, 2022 жылдың февраль айынан бастап сіздерге сәттілікті сезінетін боласыздар. Сәтті жылдың бірі болады. Ол сәттілік дегеніміз біреулер үшін ақша, біреулер үшін бала болуы мүмкін, біреулер үшін машина немесе бизнес болуы мүмкін. Осы февраль айында сіздерге ақшалай сыйлық аласыздар, немесе сертификат, диплом алатын боласыздар. Немесе жұмыс ауыстыруларыңыз мүмкін. Қазірдің өзінде земляян белгісіндегі адамдар жұмыстарында өзгерістер болып жатыр. Сонымен қатар қағазға арман мақсаттарыңызды жазып қойсаңыздар, ол тез орындалады. Жалпы биыл өмірдің барлық жақсылығын бірден алғыларыңыз келеді. Және жеңіл жолмен алғыларыңыз келеді, олай болмайды. Бірақ сіздерге мүлде басқаша әрекет ететін болсаңыз, ол өте нәтижелі болады. Көп адамдар жаңа бизнес бастауы мүмкін. Ол жаңа бизнестері баламен байланысты болуы мүмкін, ақыл айтуы мүмкін, сонымен бірге аналитикамен де байланысы болады. Коуч болуларыңыз мүмкін. Өздеріңізге көп жауапкершілікті алуға тура келеді. Енді баламен жұмыс жасаған екен, елге ақыл айтып немесе аналитикамен жұмыс жасаған соң жауапкершілікті сезінетін боласыздар. Тез ойлануға тура келеді. Сіздер енді земляян белгісіндегі адамдар деген жай ойланатын адамдар ғой. Тау ғой негізі, бұл қазақша айтқанда тау. Енді сіздерге тез ойлануға тура келеді. Одан кейін тез қозғалу керек болады биылғы жылы. Бірақ сіздерге осы 2022 жылы әрекет ету энергиясы келеді. Сонымен қатар тез жылдам қимылдауға да тура келеді. Баламен көбірек жұмыс жасайтын боласыздар. Егер сіз әйел адам болатын болсаңыз, ер адаммен танысасыз. Себебі земля үшін вода келе жатыр. Вода деген сөз ақша және де ер адамның бейнесі. Ер адам немесе әйел адамның бейнесі. Даусым анық шығып отыр деп сенемін. Ол танысқан ер адамдарыңыз жас үлкен, ақылды болады. Себебі вода деген өте ақылды ғой, ол аналитиканы өте жақсы біледі. Жасы үлкен болуы мүмкін. Ер адаммен кездесіп жүргеніңізді ешкімге айтпайсыз. Земляян белгісіндегі адамдар қандай өзгерістер болса да ешкімге ештеңе айтпайды. Барлық дүниені құпия ұстайсыздар.
Жолдасыңыз болса, поклонниктер пайда болады, яғни үшінші адам пайда болуы мүмкін. Енді оған жол бермес үшін екінші энергия, яғни карьера, жұмысқа деген барлық ынтаны салсаңыздар, бұл поклонник пайда болмайды. Сіздерде жұмыста повышение болуы мүмкін, ер адамда да, әйел адамдарда да. Бұл прогноз жалпы барлық адамға бірдей арналады. Документтермен жұмыс жасайтын боласыздар. Егер карталарыңызда лошадь, собака, тигр болса, енді үшеуі қосылғанда слияние болады ғой, жаңа білім аласыздар. Және ол алған білімді алған соң тез арада іске асыру ақшалы боласыз. Крупный зат, үлкен зат сатып аласыз. Үй, жер, немесе машина, немесе бизнес. Осы алған заттарыңызға үлкен мөлшерде ақша жұмсайтын боласыздар. Және де ол ақшаны путешествиеге, мүлік алуға, дем алуға жұмсайтын боласыздар. Әйел адам, егер земляян белгісіндегі әйел адам болса, және оның жолдасы күйеу болса, некеде болса, бастығы ауысады. Кез келген пландарыңыз өзіңіз ойлағандай болады. Сол себептен жылдың басынан бастап айтарым, қағазға мақсаттарыңызды, армандарыңызды жазып қойғандарыңыз дұрыс. Мысалы, февраль айында осындай жасаймын, мен бацыны оқимын, бітіреймін, немесе консультация беріп бастаймын деген сияқты. Немесе медицинаны оқимын, қосымша оқимын деген сияқты. Жалпы өмірлеріңізде жақсы оқиғалар болады. Бәрі қолдарыңыздан келеді. 2022 жылы көп армандарыңыз орындалады. Бірақ енді оның барлығы өздеріңізге байланысты. Егер қол қусырып үйде диванда жатуға беруге болмайды. Екі адам болып жұмысқа шығуларыңыз мүмкін, немесе бизнес бастауыңыз мүмкін. Аяқ астынан ескі досыңызды, сыныптасыңызды, бұрынғы жұмыстасыңызды көріп қалуыңыз мүмкін. Сөйтіп ол кісі сіздің өміріңізде пайда болады. Араласасыздар. Сонымен қатар өзіңізге көп жұмыс жасамай, өзіңізге де бір уақыт көңіл бөліңіз. Себебі көп жұмыс жасай берсеңіздер, энергияларыңыз таусылып, ауырып қаласыздар. Қатты ауырмас үшін 2022 жылы мен сіздерге айтарым, қан тапсырып алғандарыңыз дұрыс. Сосын ешкіммен ұрыспай, энергияларыңызды сақтаңыздар. Энергияларыңыз болса, міндетті түрде ауырмайсыздар. Эко жасатсаңыздар, егіз балалы бала көтеруіңіз мүмкін. Егіз балалы болуларыңыз мүмкін. Кесарева болса, сәтті аяқталады. Жалпы 2022 жылы сіздер үшін білім алуға өте қолайлы, сәтті жыл. Некеде, жұмысыңызда статусыңыз өзгереді. Яғни, балалы болмасаңыздар, некеде балалы боласыздар. Жұмысыңызда повышение болуы мүмкін, лауазымдарыңызды жоғарылатуы мүмкін. Жалпы бүгін 17 қаңтар, арман мақсаттарыңызды жазуға өте қолайлы күн. 2022 жылы одан кейін тағы кейбір дүниеден бас тартасыз. Мысалы, қосымша жұмыстан да бас тартуыңыз ықтимал. Маған бұл керек емес, мен көп шаршаймын, уақытым жоқ деген сияқты бас тартуыңыз ықтимал. Одан кейін ақша еш қиындықсыз келеді. Ақша жағынан қам жемесеңіздер болады. Кейбір жағдайлар сіздің ашуыңызға тиюі мүмкін.
қатты көңіліңізге алмаңыз. Одан кейін ешқандай адаммен спорға келмеңіздер. Қайталап айтам, тағы да ұрып қалуларыңыз мүмкін. Біреулер сіздің сыртыңыздан жаман әрекет жасауы мүмкін, сол себептен барынша сақ болғандарыңыз дұрыс. Биыл қандай дүние жасасаңыз да, повышение болса да, үйленсеңіз де, немесе ажырасып кетсеңіз де, ешкімге ештеңе айтпайсыздар. Барлығын құпия түрде ұстайсыздар. Менің бүгінгі земляянға айтар рекомендациям осы. Өздеріңіз бағасын бере жатарсыздар. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып отырсаңыздар, мен қатты қуанып қалатын боламын. Сау болыңыздар.